ұйымдастырылған оқу қызметі тақырыбы геометриялық фигуралармен танысу. Білім беру саласы таным. Бөлімі қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. Мақсаты балалардың геометриялық пішіндер туралы білімдерін қалыптастыра отырып, қарапайым математикалық ұғымдарын бекіту. Пішіндерді ажыратып айта білуге, оларды қоршаған ортамен салыстырып, түр-түсін, заттардың көлемін анықтай білуге дағдыландыру. Балалардың ой өрісін, қол моторикасын, логикалық ойлау қабілеттерін ойын арқылы дамыту, зейіндерін, белсенділіктерін арттыру. Балаларды ұйымшылдылыққа, тапқырлыққа тәрбиелеу. Ал балалар, енді жарты шеңбер бойымен тұрамыз. Балалар, бүгін бізде ерекше күн. Ең алдымен келген қонақтармен амандасайық. Саламатсыздар ма? Здравствуйте. Енді шаттық шеңберіне тұрайық. Біз кішкентай баламыз, өсіп-өніп толамыз. Күнге қарай талпынып, көкке қанат қағамыз. Әлемдегі бар адамға жақсылық біз тілейміз. Балалар, бізге біреуден хат келіпті. Хатты ғажайып пішіндер әлемінің патшайымы жіберіпті. Кәне, ашып оқиық. Саламатсыздар ма, балалар? Мен сендерді сиқырлы пішіндер әлеміне шақырамын. Сендердің білімдеріңді, ой ұшқырлықтарыңды білгім келеді. Жақсы орындаған балаларға сыйлығым бар. Сендерге сәттілік тілеймін, деп жазыпты ханшайым. Балалар, сиқырлы пішіндер әлеміне барғыларың келеді ме? Ал қандай көліктермен барғыларың келеді? Жарайды, ендеше пойызбен барайық. Қатар-қатар тұрайық, кәне сұрайық. Кімнің болса бойы ұзын, паровозы ол пойыздың. Пыш-пыш-пыш-пыш-пыш-пыш, біз кеттік. Жүрісті біз үдеттік. Гу-гу-гу-гулде қалып қойма бірінде. Қане балалар, тоқтайық, піш-піш. Балалар, біз міне сиқырлы пішіндер әлеміне де келдік. Қане пойыздан түсейік. Балалар, мына жерде әдемі сандықша тұр. Бұл пішіндер патшайымынан екен. Ол бізге хат тастап екен. Мен ашып оқиын. Саламатсыздар ма, балалар? Менің әлеміме келгендеріне қуаныштымын. Менің пішіндермен танысып, тапсырмаларымды орындай беріңдер. Мен кешікпей келемін. Шаршы шеңберді бұрыш, соқпақ жұлдыз үш бұрыш. Шаршы шеңберді бұрыш, соқпақ жұлдыз үш бұрыш. Мен шаршымын, төрт жағым бар, төрт жағым менің бірдей. Кел ойнайық балақай, би-билейік біз солай. Мен суретпін, мен терезе, мен шахмат тақтасы. Мен тағы теледидармын, мен жастайтын жастықпын. Мен шеңбермін, мен шеңбер, осындай мен дөңгелек. Айналамын күн сайын, барлық үшін біз керек. Мен күн және мен ай, мен қақпақпын қарасаң.
енді бірге жапалақ. Мен жұмыртқамын, мен айнамын, мен міне осындай пішінмін. Мен қоңыз, мен картоп, аяқ бейнен топ, топ, топ. Мен жұлдыз жанып тұрам, түнгі аспанға қарашы сен. Бесік өлеңің айтам, айтшы өлеңді менімен. Қар бүршігі ол мен, мұхит түбінде де мен. Сен жаттасын деп мен, айтып тұрмын саған өлең. Мен үш бұрышпын, үш жағым бар, үш төбеден жасалған. Үй төбесіне қарашы, мен ғой сонда отырған. Мен сэндвич, мен өтік, мен торғайдың тұмсығы, мен желкен, мен күшік. Ой, әзілдеймін, күшік емес. Шаршы шеңбер тік бұрыш, соқпақ жұлдыз үш бұрыш. 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 Балалар, енді пішіндер ханшайымның тапсырмаларын орындаймыз ба? Жарайды, онда бірінші тапсырма бірден 10-ға дейін 3 тілде тура және кері санау. Ал енді екінші тапсырма жұмбақ шешу. Атына сай балалар, 3 бұрыш, 3 жағы бар. Ол пішінді кім табар? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл 3 бұрыш. Қане балалар, 3 бұрышты көрсетіңдерші. Және түсін айтамыз. Неге 3 бұрыш деп айтамыз? Дұрыс айтасыңдар балалар, себебі оның 3 бұрышы, 3 қабырғасы бар. Балалар, енді келесі жұмбақты жасырайын. 4 бұрышы бар, 4 қабырғасы бар. Бұл қай пішін? Иә, дұрыс. 4 бұрыш неге ұқсайды екен? Маған 4 бұрышты көрсетіңдерші, түсі қандай екен? Ал енді балалар, келесі жұмбағымызды шешейік. Допқа өзі ұқсайтын ерекше бар пішін бар. Атын оның атандар. Иә балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл дөңгелек. Мына жерде қайсысы дөңгелек? Өте жақсы. Дөңгелек неге ұқсайды? Дөңгелектің бұрышы бар ма? Ал 3 бұрыш пен 4 бұрыштың айырмасы неде? Балалар, сендер шаршаған шығасыңдар. Сергіту сәтін өткізейік. ешқашан мұңайма. Уақыттың бәрі бір мұңаятын жағымсызы болмайды. Бақыттың беріліп бағаласын гүлім мәңгі солмайды. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер, қыс көктемде жазда күзде қосыл бізге. Саламатсыздар ма балалар? Балалар, мен сендерді сырттан бақылап тұрдым.
Барлықтардың тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Сендер өте ақылды, білімді екенсіңдер. Көп рахмет сендерге, ризамын. Ал енді мұнда сандықшаны ашайық. Бұнда менің сендерге арнаған сыйлығым бар. Ол үшін құлыптың кілтін табуымыз керек. Оның кілті пішіндерден тұрады. Кім пішіндерді дұрыс тапса, құлып та ашылады. Кәне, кім табады? Жарайсыңдар балалар, мына сыйлықты апайларына берген. Топқа барған соң сендерге таратып береді. Сау болыңыздар. Жарайды балалар, Ханшаймен қоштасып, пойызға отырып, тобымызға барайық. Балалар, біз бүгін қайда бардық? Қандай пішіндермен таныстық? Бізге қонаққа кім келді екен?